Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте ерекше дайындалатын медовый торттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен отқа қоятын ыдысымызға балды, қантты және сармайымызды салып, баяу отқа қойып, массамыз толық ерігенше осылай араластырамыз. Массамыз толық еріп, осылай көтеріледі. Сол кезде нан содамызды саламыз. Біздің массамыз осылай толық көтеріліп шығады. Ыдысымызды оттан түсіріп, массамызды суытамыз. Толық суыған соң осылай түрі өзі қараяды. Сол кезде жұмыртқамызды біртіндеп салып, тоқтамастан араластырып тұрамыз. Міндетті түрде венчигімізді тоқтатпаймыз. Осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Аз-аздан ұнымызды қоса отыра тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің тестамыз қоюлана бастады. Енді пищевой пленканы алып, тестамыздың барлығын осы пищевой пленкаға салып, жақсылап орап, холодильникке 5-6 сағатқа қоямыз. Холодильниктен шыққан тестамызды 10 бөлікке бөліп аламыз. Ең алдымен өзімізге ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң барып 10 бөлік шығарамыз. Енді қағазымыздың үстіне тестамыздың бір бөлігін қойып, үстінен азырақ ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен тестамызды жұқа етіп жайып шығамыз. Және 22 сантиметрлік форманы алып, алдын ала осылай ойып алсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Тесталарымызды 170 немесе 180 градус қызып тұрған пешке 10-15 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз тез пісіп шығады, беті сәл қызарса болды, ала берсеңіздер болады. Біздің корждарымыз пісіп шықты, міне шамамен түрі осылай болып шығады. Жан жақтарын қатып қалмай тұрып, артық бөліктерін осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Коржымыздың шетіндегі осы артық бөліктері бізге қажет болады. Ең соңында медовый торттың бетіне, яғни жан-жағына сепкенге бізге керек. Сондықтан бір шетке бөлек алып, жақсылап блендермен немесе қолымызбен жақсылап майдалаймыз. Біздің корждарымыз дайын болды, енді кремін дайындаймыз. Креміне бізге вареный сгущенка және бөлме температурасында тұрған сармай мен қаймақ қажет. Ең алдымен вареный сгущенкамызды миксермен жақсылап біркелкі болғанша 5-10 минуттай жақсылап араластырамыз. Содан соң барып бөлме температурасында тұрған сармайымызды саламыз. Тағы да жақсылап массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің креміміздің түрі кішкене ағара бастады, осындай масса болып шығу қажет. Енді қаймағымызды салып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің кремдеріміз дайын болды, енді корждарымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымыздың астына кішкене крем жағып, корждарымызды біртіндеп осылай жинап шығамыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін осылай кольцомен жинасақ та болады. Барлық корждарды жинап болғаннан кейін дайын болған тортымызды холодильникке 3-4 сағатқа немесе бір күнге қойсаңыздар да болады. Бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа жібереміз. Біздің тортымыз дайын болды, менің тортым 6 сағат тұрды холодильникте. Енді жан-жағын осылай пышақтың көмегімен жаймен босатып, кольцомызды шешіп аламыз. Және артылған кремдерімізді жан-жағына осылай әдемілеп толықтырып жағып шығамыз. Және үгітілген корждарымызды үстінен осылай сеуіп, жақсылап жан-жағын сәндеп шығамыз.
Біздің балды тортымыз дайын, кез келген мерекелік дастарханға және сатылымда хит болып жүрген балды торттың бір түрі. Сондықтан менің рецептімді сақтап алып, осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізді ұсынамын. Дәмі деген сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жұмсақ, ауызда еритін, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.